Бердібек Соқпақбаев қазақтың дара жазушысы. Қазақ прозасына қайталанбас соны леп, өзгеше өрнек, ғажайып сыр сипат әкелген көрнекті жазушы, балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 15 қазанда Алматы облысының Нарынқол ауылында дүниеге келді. Ол Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын, кейін Мәскеуде жоғары әдеби курсты бітірген. Бердібек Соқпақбаев реалист суреткер. Дарынды жазушы қаламынан туған қай-қай шығармасында да өмірдің қарама-қайшылықтары, адам жанының қалтарыс-бұлтарыстары, сол дәуірдің психологиялық хал-күйі шынайы шеберлікпен суреттелген. Балалық шаққа саяхат, жекпе-жек, менің атым Қожа, қайдасың Гаухар повестері, өлгендер қайтып келмейді романы, Бұрылат, Әріпбай және Көкжал қасқыр, бір қалта құрт, ұлтан оқиғасы, көйлек мәселесі, мен қалай үйлендім атты әңгімелері Бердібек Соқпақбаевтың таңдамалы туындылары. Шығармаларының тақырыптық көкжиегі ол балалар өмірі, ұлы отан соғысы тұсындағы тылдағы елдің тыныс-тіршілігі, спорт, махаббат пен достық. Бердібек Соқпақбаев қазақ балалар әдебиетінің асыл мұрасы. 1960 жылы кітап болып басылып шыққан балалық шаққа саяхат туындысы бойынша 1965 жылы фильм түсірілді. Режиссері қазақ кино өнерінің классигі Абдолла Қарсақбаев болды. Менің атым Қожа атты туынды детская литература баспасында шығып, содан кейін орыс тілінен көптеген тілдерге аударылып, Франция, Польша, Чехословакия, Болгария секілді шетелдерде жарияланды. Тек содан кейін ғана бұл шығарма өз отанына оралып, байырғы қазақ тілді оқырмандардың жүрегінен ойып орын алды. Менің атым Қожа 1963 жылы Қазақфильм студиясы түсірген балалар фильмі. Режиссері Абдолла Қарсақбаев. Сценарийі Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесінің желісімен жазылды. 2022 жылы 1 маусым күні Астана қаласында «Менің атым Қожа» фильмінің басты кейіпкеріне арналған ескерткіш ашылды. Ескерткіш қоладан, ал тұғыры граниттен жасалған. Ескерткіштің биіктігі 183 см. Композиция авторы мүсінші Азамат Талапхан, идея авторы Мұрат Қожамқұлов. Бердібек сөзіне берік, ісіне ұқыпты жан. Мен білетін жазушылардың ішіндегі қарапайым шаруа қоры. Өзін де, өзгеге де қатал, тура, әділ, деп Мұзафар Әлімбаев Бердібек Соқпақбаев туралы айтып кеткен еді.